Достар, бүгін біз картошка қорайын деп жатырмыз. Осындай ет керек, бір перс, осындай мынаның жартысы, пияз, и мен не салам, сәбіз салам. Осындай капуста, китайский капустаның жұмсақ жерлерін саламыз. Етті осындай қылып турап аламыз. Осы жаңағы сәбізіміз бар, пиязымыз бар, болгарский персіміз бар. Осындай азынтай май құямыз. Қуырдақ майлау болады, етіңе байланысты. Етің майлы болса, майды аз құясың. Егер көп болса, жаңағы етіңде май, онда аз құясың. Мен постоянно бәрін бірге қуырам. Бәрін бірге салып жүрем. Тұзымды да сол кезде салып жүрем. Қалай болғанда ол пісе береді. Тұстағаннан кейін аузын жауып тастайсың. Жақсылап араластырып. Осылай тексереміз, қалай пісіп жатыр. Жақсылап қуырылып жатыр қазір. Жақсылап араластырып, қайтадан бекітіп қоямыз. Пиязы өлгенше қуырамыз. Қарап қызар достар. Пияздар әрі сол күйінде тұр. Астын жай қойып қоясыңдар. Достар, картошкамызды осындай қылып турап аламыз. Сосын етімізге саламыз. Осылай үстіне асты жатқан жаққа бір серіп. Томат саламыз. Ал крышкасын жауып тастаймыз. Осындай тамағымызды ашып, жақсы қуырылып жатыр. Соң үстіне мында макарон салам. Мен балдар макарон жақсы көреді. Не жемейді олар, картошка жемейді. Сөйтті мен макарон салып жатырмын. Негізінде макарон қуырдақ. Сосын үстіне қабақ салам, сосындай. Қабақ саламыз. Сосын капуста саламыз, осындай капуста. Күшті болады дәмі. Сосын крышкасын жауып тастаймыз. Астын жай қоямыз. Сомен өзі піседі, достар. Бұлғамай, араластырмайсыңдар. Қыздар, тамағымыз дайын болды. Көрдіңдер ме? Өте күшті. Ас болсын.